Майбах эксклюзивті және қымбат жоғары санаттағы автомобильдерді шығарумен танымал неміс автомобиль өндірушісі. Бастапқыда компания дирижабльдерге арналған ұшақ қозғалтқыштарымен айналысты. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Майбах маркалы автомобильдер шығарыла бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Майбах вермахт танктеріне арналған қозғалтқыштар шығарды. 1960 жылы компанияны Daimler концерні сатып алды. Мың 1998 жылы неміс бренді Daimler және американдық Chrysler бренді неміс брендімен біртұтас корпорацияға біріктірілді. жылдың қарашасында Daimler директорлар кеңесінің төрағасы Дитер Цетче 2013 жылы сату көлемінің төмендеуіне байланысты Майбахтың жұмысын тоқтататынын хабарлады. 2012 жылдың тамыз айында ортасында бренд жойылды. жылы бренд Mercedes Майбах ретінде ішінара қалпына келтірілді. Майбах брендінің негізін қалаушы Вильгельм Майбах.